Отырамыз, кәнеке. Ал бүгінгі сабағы. Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Я? Солай ма? Біз жаңа қалай сәлемдесіп кірдік? Билеп кірдік, я? Басымызды түйістірдік, қол алыстық, денемізбен денемізді түйістірдік, я? Аяғымызды айқастырдық, я? Солай ма? Ал енді балалар, тақтаға қараймыз. Екі көз не үшін керек, кім айтады? Екі көз не үшін керек, әдемі? Жақсыларды көру үшін қолымызды көтеріп айтамыз, е? Солай ма? Дұрыс. Ал екі қол не үшін керек? Даниял? Екі қол не үшін керек? Елдерге көмектесу үшін керек екен, е? Ал екі құлақ не үшін керек? Жақсы нәрселерді есту үшін керек екен. Жарайсың. Ал тіл мен жақ не үшін керек? Кім айтады? Тіл не үшін керек? Нұрхан. Тіл арқылы не істейміз? Сөйлейміз, сөйлеу үшін керек, е? Ал аяқ не үшін керек? Аяқ не үшін керек? Тамирис. Жүру үшін керек, тағы да Ерсұлтан. Елдің шетінде жүрсен, ода өз отанына бару үшін. Иә, басқа елде жүрсе, өз отанына жету үшін керек екен, иә? Солай ма? Ал балалар, біз өзіміздің мүшелеріміз туралы айттық, не үшін керек екен? Солай ма? Сонда біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не болмақ? Адамның дене мүшелерінің несі? Қызметі. Қозғалыс түрлерін қайтала дейді. Орнымыздан тұрайық бәріміз. Мына жерде суретте көріп тұрмыз, е? Көктан қалай тұр? Нұрали? Бүйтіп. Иә, бір аяқпен. Сезім. Ал мынау не? Жылқы. Жылқы қалай қимылдап тұр? Көрсетеміз. Яғни осындай қимылдар жасаған кезде сүйектердің бәрі не істейді? Қозғалысқа түседі, иә? Бір-біріне көмек көрсетеді. Келесін ашамыз. Ал балалар, орнымыздан тұрайық. Орнымыздан. Сергіту сәтін бірінші тыңдаймыз, содан кейін барып жасаймыз. Екі қолды жоғары көтереміз. Үш дегенде екі қолды жанымызға созамыз. Төрт дегенде қолды түсіреміз. Ал енді балалар, бірге жасайық. Бір, екі, үш, төрт. Жарайсыңдар балалар. Адам мүшелерінің қызметі туралы тақтаға қарап тыңдаймыз. Бас, мойын, дене, қолдар, аяқтар. Меніңше осы мүшелерді дене мүшелері деп атаймыз. Солай болса, бүгін біз адамның дене мүшелерімен танысамыз. Адамның дене мүшелерінің атқаратын қызметіне жеке-жеке тоқталамыз. Ең алдымен адам денесінің негізгі бөлігі бас, шаш, қас. Адамның дене мүшелері әртүрлі қызмет атқарады. Баста ми, денеде жұлын орналасқан. Балалар, осы бүгінгі алған мәліметтеріміз бойынша сендерге тапсырма беріледі. Жұптық жұмыс, екі бала бірігіп орындаймыз. Секіру, жүгіру, жүру, тұру. Яғни қай мүшеменен? Шапалақтау, жазу, тігу, ұстау. Белгілейміз құсбелгімен. Жауап бер. Секіру ол аяқ. Ал жүгіру ол аяқ. Жүру ол аяқ. Ал тұру аяқ. Шапалақтау қол. Жазу қол.
Жарайсыңдар. Bir-birimizni бағалап қояйық. Бағдаршам арқылы бағалайық. Ал. Бері қараймыз, жұмбақтастырамыз. Екі бала қатар тұрса да бірін-бірін көрмейді екен. Ол не? Екеуі қатар тұрады, бір-бірін көрмейді. Көз жарайсың. Оқулықташамыз. 37-ші беттегі біздің дене мүшелеріміз дегенді оқимыз. Біздің дене мүшелеріміз әр түрлі қозғалыс жасауға мүмкіндік береді. Топтық жұмыс бері қараймыз. Сурет таратып беремін. Не көріп отырмыз? Соның астына қай мүшеміз қозғалысқа түсті, соны жазамыз астына. Көз, сүңгей. Аха, сүңгей. Құлақ. Мына қағазды аламыз, жеке жұмыс жасаймыз. Сыңар жоқтарды айтамыз. Бас, Иә. мойын, Аха. мұрын, Аха. Сыңар бар. құлақ, Мхм. көз, аяқ, қол, көз, Аха. құлақ, мұрын, ауыз, мойын, бас, көз, құлақ, мойын. Енді тапсырмалар береміз. Бірінші топ. Адамның дене мүшелерін атап шығамыз қазір. Даниэл. Адамның дене мүшелерін атап шығамыз. Екінші топ. Жазамыз адам дене мүшелерін. Үшінші топ. Мына жерде адамның дене мүшелерін құрастырамыз. Төртінші топ. Мына керекті сөздерді орнына қоямыз. Бас. Аха. Мойын, Аха. құлақ. Міне, болды. Ал, келіңдер. Айта ғой, Алина. Бүгінгі сабақта адам мүшелерінің қызметін толық түсінетін болса, мына күндерді апарып, күнге жапсырамыз. Жарай ма? Ал жартылай түсінетін болса, мына күндерді апарып білеміз. Білемін, бірақ қызметін қандай қызмет атқаратын білмеймін десе, мынаны жапсырамыз. Болсаңдар болғанымыз отырамыз. Қолымыз жеткен жерде жапсыра береміз. Сабағымыз аяқталды. Сау.